Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецепттер таба аласыздар. Сол үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытып кетпеңіздер. Менің каналым сіздердің арықтауларыңызға көмектесетін 100% қазақ тілді каналдардың бірі. Қазақта айтады ғой, ауру қалса да әдет қалмайды деп. Сол үшін мен айтатын бүгінгі әдістерді әдетке айналдырсаңыз, сіз де 100% арықтай аласыз, немесе өз салмағыңызды ұстап тұра аласыз. Сол үшін осы әдістерді әдетке айналдыруға тырысыңыздар. Ұйқыдан тұра салысымен таңғы ас ішуге асықпаңыз. Ең алдымен күніңізді жай ғана 2 стакан жылы сумен бастағаныңыз жеткілікті. 2 стакан жылы судан кейін 15-20 минуттан кейін таңғы ас ішуге болады. Керемет лайфхактардың бірі, тамақтанар алдында 15-20 минут бұрын су ішіп алыңыз. Дәл осы әдісті қайталайтын болсаңыз, артық тамақтанып қоюдан алдын аласыз және тойымдылық сезімін сезетін боласыз. Егер тамақпен бірге су ішетін болсаңыз, сізде сілекейдің жұмысы жақсы жүрмейді. Сол үшін тамақтан алдын су ішіп алған дұрыс. Кез келген тамақтану кезінде қою тағам болсын, сұйық тағам болсын, біздің тамағымызды қорытатын сілекей бездері біздің тамағымыздың қорытылуына өзі жұмыс жасайды. Сол үшін сілекейдің жұмысына кедергі жасамаңыз. Келесі әдіс бізде 3 мезгіл тамақтану, яғни таңғы ас, түскі ас, кешкі ас, әр тамақтанатын уақыттың маңыздылығын ұмытпаңыз. Таңғы асты жіберіп алмауға, кешкі асты жіберіп алмауға, түскі асты жіберіп алмауға тырысыңыз. Егер де сіз таңғы ас пен түскі ас ішпейтін болсаңыз, кешке тоя тамақ жеп алып, ертесіне салмақ қосып алу қаупі бар. Сол үшін уақытпен тамақтануға тырысыңыз. Кешкі асқа мейлінше жеңіл тамақтанған дұрыс. Яғни түскі асқа ауыр тағамдарды жесеңіз, ал кешкі асқа мейлінше айран, смузи немесе көкөністермен жасалған салаттармен тамақтанған дұрыс. Кешкі асыңыз қанша жеңіл болса, сіз артық салмақтан аулақ боласыз. Сіздің рационыңызда үнемі болу керек өнімнің бірі ол клетчатка. Клетчатка дегеніміз көкөністерге бай тағамның бірі. Жалпы клетчатка біздің қалып қойған майларымызды ыдырататын ең жақсы өнімнің бірі, яғни салаттар, көкөністер барлығы осы клетчаткаға кіреді. Минимум күніне 25-30 грамм күнделікті клетчатка қабылдауымыз қажет. Клетчатка бізді запордан сақтайды. Сіздің бас тартатын тағамдарыңыздың бірі колбаса деген өнімдерден бас тарту керек. Колбасаның орнын қазының етімен алмастырған дұрыс. Яғни табиғи қолдан дайындалған құрамында не бар екенін барлығын өзіңіз білетін боласыз. Сол үшін қазының етіне алмастырған дұрыс. Тағы да бас тарту керек болған өнімдердің бірі, яғни фастфуд тағамдары. Фастфуд тағамдары бізге ешқандай ағзамызға пайдасын алып келмейді. Бұл асқазанымызда тез қорытылып кететін тағамдардың бірі, яғни біздің асқазан осы тағамдарды қорытылуға жұмыс жасамайды. Сол үшін бұл тағамдардың ешқандай пайдасы жоқ. Тез дайындалатын фастфуд, тез дайындалатын пицца, оның барлығы біздің ағзамызға ешқандай пайдасы жоқ. Ешқашан таңғы асыңызды жіберіп алмауға тырысыңыз. Жалпы таңғы асты күнделікті ішетін болсаңыз, бізде метаболизм жақсарады және артық тамақтанып қоюдың алдын алады. Таңғы асыңызды, түскі асыңызды, кешкі асыңызды уақытында ішетін болсаңыз, сіздің асқазаныңыз қанша тамақ ішу керектігін барлығын миыңыз арқылы сигнал беріп, артық тамақтанып қоймаудың алдын алады. Кофе, шай, немесе энергетик сусындары, немесе жай ғана тәтті сусындарды, колаларды ішуге кеңес етпеймін. Олардың орнын басатын тек қана таза су. Таза су ғана біздің артық салмағымыздан арылуға көмектеседі және шөлімізді қандырады. Ал кофе, шай, бұл сусындарды ешқандай ішудің бізге ағзамызға пайдасы жоқ. Және келесі бір әдістің бірі ол ақуыздарға бай тағамдарды тұтыну. Жалпы ақуыздарға бай тағамдар бізге 3-4 сағатқа тойымдылық сезімін береді және бұлшықеттеріміздің қалуына көмектеседі. Ал егер ақуыздарға бай тағамдарды жемейтін болсақ, бізде бұлшықет кетеді, май кетпей қалады. Яғни тері салбырап қалу мүмкіндігі жоғары. Сол үшін ақуыздарға бай тағамдарды тұтынған дұрыс. Келесі кезекте көмірсуларды дұрыс ажырата білу қажет. Яғни баяу сіңірілетін көмірсуларды тұтынған дұрыс. Баяу сіңірілетін көмірсуларға кез келген жармалар кіреді. Яғни таңғы асқа каша жейтін болсаңыз, 5 минутта дайындалатын емес, ұзақ 20 минут, 25 минутта дайындалатын жармаларды пайдаланған дұрыс.
Баяу сіңірілетін жармалар біздің асқазанымызға 3-4 сағат тойымдылық сезімін береді. Яғни біздің асқазан 3-4 сағаттың ішінде оның қорытылуына жұмыс жасайды. Сол үшін жармаларды таңдағанда мұқият дұрысын таңдауға кеңес етемін. Баяу сіңірілетін көмірсулар біздің ағзамызға пайдалы болса, ал тез сіңірілетін көмірсулардың ешқандай пайдасы жоқ. Олар бізге жай ғана 30-40 минут қана тойымдылық береді. Оларға кіретін өнімдер кондитерлік өнімдер немесе тәттілер, оның барлығы көмірсуларға, тез сіңірілетін көмірсуларға кіреді. Сол үшін оларды мейлінше тұтынбаған дұрыс. Асқазанымыз олардың қорытылуына ешқандай жұмыс жасамайды. Олар кіреді, өзімен өзі тез сіңіріліп кетеді. Сол себепті бізге ешқандай тойымдылық сезімі болмайды. Ең ұзақтығы 30-40 минут қана. Келесі кезекте тамағымыздың жақсы қорытылып сіңіруіне көмектесетін процестің бірі ол шайнау. Тамақты 25-30 рет шайнайтын болсақ, бізде тамақ жақсы сіңіріледі және тамақтың дәмін, иісін жақсы сезініп, тойымдылық сезімі бізге уақытында келеді. Сол үшін тамақты дұрыс шайнап, 25-30 рет шайнаған дұрыс. Ал қыздар, дәл осы әдістер, ақпараттар пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің күнделікті салған видеоларым сізге көрінетін болады. Дәл осы ақпараттарды достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіңіз. Арықтағысы келіп жүрген қыздар дәл осы видеоны көруге тиіс. Келесі видеода жолыққанша сіздермен болған құрметпен Айнагүл.